Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде туған елге туыңдық бағдарламасы. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің ардақты ұстазы, филология ғылымдарының докторы, профессор, әрі Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, прозашы Кәкен Қамзин. Хош келдіңіз, Кәкен аға. Жалпы бүгінгі таңда журналист болғысы келетіндер де, журналист болмаса да болғысы келіп бағатындар да өте көп. Көптеген осы әріптестеріңіз қазіргі таңда талдамалы журналистика жанры бәсеңдеп барады. Дұрыс талдамалы мақала жаза білетін журналистер аз деп есептейді. Сіз бұл пікірге қаншалықты келісесіз? Расында да солай ойлаймын. Әр заманның өзінің тенденциясы, өзінің заңдылықтары болады, заман ағымы болады дегендей. Ол біріншіден журналистиканың квалификациясына, біліктілігіне байланысты. Бұрынғы заманда да сараптамашылар, талдамашылардың саны аса көп болмаған. Сондықтан олардың қадір қасиеті мықты болған. Аты жөндері де белгілі болған. Қарап отырсаңыздар, Камал Смайыловтың талдамалы журналистикасы, Шерхан Мұртазаның талдамалы журналистикасы көптің аузында ғой. Неге? Өйткені бір жағынан олар тақырыпты меңгере білген, сол тақырып арқылы өздерінде көрсете білген, өздерінің имиджі үшін жұмыс істеген бір жағынан. Бұл басты көрсеткіш емес, басты көрсеткіш халықтың игілігіне, халықтың болашақ үшін жұмыс істеген. Талдамалы журналистикада ол әлеуметтік мәселелер, экономикалық мәселелерді кеңінен толғап, баяндап беру ғана емес, оның ар жағында не бар? Болашақта біз қалай жұмыс істейміз? Қай бағытқа қарай жол саламыз? Міне мәселе қалай. Проблемамен қатар соны шешу жолдарын ұсынады. Ал бұндай үлкен, керемет, көшелі мәселелерді көтеру екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ол бір жағынан білім біліктілікті қажет етсе, екінші жағынан оған талант керек. Ал бұған қоса жүрек, батылдық, тәуекел керек. Ал бұны біз азаматтық позиция дейміз. Ал азаматтық позиция кімде бар? Ол мықтыларда болады. Мықтылық әркімде бола бермейді. Міне мәселе қайда. Дұрыс айтасыз аға. Осы бірде Арасанбай Естенов есімді ағамыз сіз туралы бір керемет естелікті жазып кеткен екен. Бұл 1986 жылы болған желтоқсандағы көтеріліс туралы екен. Жалпы осы көтерілістегі сіздің азаматтық позицияңыз туралы атап өтсеңіз, өзіңіздің жеке тұлға ретіндегі бір көріністерді еске алсақ. Бұл мәселені еске алу өте қиын. Өйткені 86 жыл біздің жанымызды да, тәнімізді де тілгілеп кетті. Қазақты орталық Мәскеу жер қылғысы кетті. Бірақ қазақтың жастары өздерінің өскендігін, пайым парасатының биіктегендігін, мемлекеттік дәрежеге өзінің саналары жеткендігін көрсетті. Міне солардың қатарында болайық деп бардық біз алаңға. Жай ғана көзбен көріп, журналист ретінде жазу үшін емес, солардың қатарында болайық, дем берейік. Ең болмаса, көз жасын құрғатпасақ та, қолтығынан демейік, ағалық ақылымызды айтайық деп бардық. Сол туралы Арасанбай Естенов Түркістан газетіне, Түркістан басылымына жазыпты. Бір қызық нәрсе айтайын, сол кезде менің есіме келді ме, жігіттер, мына қолтықтарыңды
қолтықтасып тұрсаңыздар, бізді жау алмайды, бізді бұзып жарып өтіп кете алмайды ешкім деп ақыл айтқаным есімде. Бұл еске алатын болсақ, 76 жылда сондай оқиға болған. Ол кезде Целиноградта. Құдайдың жазуы ма, әйтеуір тағдырдың маған ұсынған бір мүмкін бәлкім сыйы да шығар. Журналистің әйтеуір жүрмейтін жері жоқ қой. Мен сол 76 жылы, ол кезде Целиноград болатын, сол Целиноградтағы неміс автономиясына қарсы бас көтеруде де болды. Мен әдейі барғым жоқ, бірақ соған тап болдым. Соны көзіммен көрдім. Міне сол жастардың бас көтеруінде біздің қазақтың студенттері, басқа жастары қолтықтасып алып тұрды. Бізді ешкім бұзып жарып өтіп кетпесін деп. Мен сол көргенімді өзіміздің студенттерге, жастарға айттым. Ана жердегі суретті көрсеңіздер, ол әлеуметтік желілерде, талай газеттерге шықты. Ана жерде Арасабайдың өзінің суреті тұр, менің суретім. Енді мен ол кезде былай аналарға ақыл айтып тұрып, теріс қарап тұрған, менің де суретім бар. Өзі бұл қазаққа жамандық жасаймын деген адамда, қоғамда түбінде оңбайды екен. Соның салдары болар. Кеңестер одағының шаңырағы ортасына түсті. Осындай тарихи сәтке куә болған адамдар қазір аз деп ойлаймын. Солардың бірі сіз болғаныңызға және сізбен көрісіп отырғанымызға шын мәнінде қуаныштымыз. Осы Мінбер сайтында сіздің бір журналистикадағы басты кейіпкер шындық деген мақалаңыз жарияланған болатын. Осы жерде бүгінгі таңда журналистиканың кемшіл тұстары мен жақсы жақтарын атап өттіңіз. Өкінішке орай, бүгінгі күні журналистиканы төртінші билік ретінде санайтындар азайды. Ал біз осы өзімізге тиесілі дүниені қайтара аламыз ба? Мен оған нық сенімдімін. Жастар өсіп келе жатыр. Жастар қоғамды өзгертеді. Еш уақытта қоғам статикалық қалпында қарап тұрмайды. Ол біздің дүние танымымызбен бірге өзгереді. Сондықтан журналист қауымы да өзінің бұрынғы шындық деп, ақиқат деп таныған мәселелеріне ревизия жасай бастайды, қайта қарай бастайды. Осы айтқаным дұрыс па, бұрыс па? Бір жағынан бұл қазіргі журналистерге, көпшілігі менің шәкірттерім, сын. Бір жағынан әрине олардың ұялатын тақырыптары да болды. Айтқан, жазған, соған қалай қарайды мәселе? Міне осында сол тақырыптар туралы, сол объектілер туралы өздерінің бұрынғы айтқандарын екшеп, елеп, қайтадан бір соған көз жіберіп, шындық тұрғысынан, шындық призмасынан қараса, олардың ерлегені. Мен оларды даттай алмаймын, сынай алмаймын. Бір жағынан олар менің шәкірттерім, балам сияқты. Ал екінші жағынан қарайтын болсақ, олар журналистика бұл қоғамның рухани инвестициясы. Ал журналист, шындығын айтқанда, бұл қоғам қайраткері, прогресті ілгерілетуші, қай жағынан алсаңыз да. Бірде-бір мамандық дәл осы функцияны, дәл осы қызметті атқара алмайды. Шындықтың бетіне тура қарай алу керек.
шындыққа қазақша айтқанда қол беріп бетіне тура қарап амандаса алсаң, ол сенің ерлігің, сенің мықты, керемет журналист екендігіңнің дәлелі сол. Рахмет аға, сіздің осы публицистика жанрларының эволюциясы атты кітабыңызда осы қазақ журналистикасының жанрлары мен стильдері туралы айқындап өткен болатынсыз. Бірде біздің бір ұстазымыз бүгінгі таңда қазақ журналистикасында стиль мен жанр жоғалып бара жатқан секілді деп айтты. Жалпы қазіргі күнделікті өзгеріске ұшырап жатқан журналистикада жанр мен стильді нық ұстап тұру дұрыс па? Сіз қалай ойлайсыз? Мысалы қарап отырсаңыздар, мына әлем кеңістігіне көз жүгіртіп қараңыздар, жер бетіне көз жүгіртіп қараңыздар. Әр мемлекет бар, әр ел бар. Әр елдің орналасуының меридиандары бар, шекарасы бар. Олардың өзінің климаты бар, қарасаңыздар. Мекендейтін жан-жануарлар дүниесі бар. Олар сол мемлекет, сол ел, сол өзінің территориясын, өзінің дәстүрін, салтын көзінің қарашығындай қорғайды. Бұны журналистика жанрларын соған теңеуге болады. Белгілі бір дәрежеде шарт түрде айтсақ, олардың қызмет ету ауқымы, қызмет ету шекарасы бар, дәл сол сияқты бөлініп қойылған, қарасаңыздар. Ал оны бір-бірімен араласып жатуы да мүмкін. Мысалы қарасаңыздар, Тынық мұхитпенен Атлант мұхиты шектесіп жатыр. Бірақ сулары бір-бірімен араласпайды. Қарасаңыздар. Өзіңіз көрсеңіздер. Кемемен өтіп көріңіздер, сонда көрсеңіздер. Бір-бірімен араласпайды. Шекараласы көріп жатыр. Міне журналистика жанрлары да сол сияқты. Араласатын мезеттері болады. Ол журналистің өзінің кәсіби шеберлігіне байланысты. Стиль дегеніміз баяғыдан айтылған. Адамдың өзі, журналистің өзі, жазу шеберлігі. Қалай жазылады, тақырыпты қалай игере алады. Ал әрбірден кейін жанрдың өзі сол объектіні игеру әдісі. Қандай әдіспен игересің? Қандай жанр арқылы игересің? Қандай жанр сол объектіні, сол нысанды игеруге лайық? Сұхбат па, корреспонденция ма, мақала ма, әлде очерк пе, суреттеме ме? Міне, соны дәл білген адам ол ұтады. Ал оны білмесе, қазіргі дилетанттар бар журналистикадағы. Олар соның бәрін мидай лақтырып кетеді, жібереді. Міне, қарап отырсаңыздар, мына бізде керемет дресс-кодтар бар, әдемі киінетін. Міне қарасаң, адамның өзіне жарасатын киім болады. Міне, дәл сол сияқты. Әр оқиға өзіне жарасатын жанрды тілеп қалап тұрады. Міне қажеттілік теориясы дегеніміздің өзі осы. Қажеттілік теориясына байланысты. Жанр бір жағынан өзінің территориясын, өзінің ареалын қорғап отырса, екінші жағынан объект өзіне қажетті жанрды тілеп қалап отырады. Соны журналист мына теориялық жағынан мықтап білу керек. Ол автомат түрде жүзеге асырылады. Мына жанрды мақтап, оқып, керемет білетін болсаң, оны сен игеріп кетесің. Мына нәрсені айтайын. Үлкен, ғажап, ұлы қолбасылар болады. Олар соғыс аренасына ұстап соғыспайды ғой. Міне, кітапты ашып, ойбай, ана соғыста, мына кітапта былай айтылған. Солай қимылдайық деп. Ал сөйтіп отырсаң, сен еш уақытта жеңіске жетпейсің. Ол сенің мына басыңда болу керек, автомат түрде.
мына биологиялық компьютеріңде болу керек. Міне сен сонда ғана жеңіске жетесің. Бұл да қарап отырсаң әлеуметтік ақпараттық майдан. Міне сол майданда сіз біліктілігіңіз арқылы, талантыңыз арқылы, шеберлігіңіз арқылы, батылдығыңыз арқылы жеңіске жетесіз. Сонан кейін бұл конкуренция, бәсекелестік. Ол тек қана мемлекеттік немесе басқа елдердің ақпарат құралдары арасындағы бәсекелестік емес. Ол өзара бәсекелестікте, шеберлік бәсекелестігі. Міне қайда? Осы арқылы ұтасың. Бұл жағынан, бір жағынан қиын. Дегенмен озып шығу әркімнің ойында ғой. Кішкентай баладан бастап үлкен адамдарға шейін алда жүруге, озып шығуға тырысады. Оған ешкімнің дауы болмаса керек. Сіздің осы көсемсөз панорамасындағы заман палитрасы атты кітабыңызда түрлі философтардың, ғалымдардың түс туралы айтқандарын, түс туралы еңбектерін жазған болатынсыз. Жалпы осы уақытқа дейін біз жаңа журналистика туралы, оның кемшілік тұстары мен артықшылықтары туралы айтып жатырмыз. Олай болса, кеңес заманындағы журналистика мен тәуелсіздіктен кейінгі журналистиканы сондай бір түстермен айқындап көрсек қалай болады? Мына кітап қой. Иә. Оны менің шәкіртім Бауыржан Әлқожа екеуміз жаздық деп айтуға да болады, шартты түрде. Ал бұл кітаптың негізгі авторы Бауыржан Әлқожа. Мен кеңесші ретінде мына жерде менің фамилиям тұр. Міне Кәкен Қамзинде. Бұл Бауыржанның магистрлік диссертациясының тақырыбы. Біз бұл тақырыпқа қалай бардық? Өйткені біз мына дүниенің, табиғаттың көрінісін журналистикаға әкеліп, сол журналистика арқылы бір байқап көргіміз келді. Түр мен түс расында да журналистикаға тән. Ол тек телевизияға, сонан кейін қазір интернет журналистикаға ғана емес, фото журналистикаға емес, ол сөз өнеріне де байланысты екен, қарап отырсаңыздар. Өйткені авторлар қиялы арқылы, фантазиясы арқылы өздерінің контент мәтіндерін сол түр мен түсті көзге елестететіндей етіп жазады. Неге? Ол адамның сезіміне әсер ету. Түр мен түс арқылы. Түр мен түстің өзі жылы, суық, тағысын-тағылар деп бөлінеді ғой. Қазір қарап отырсаңыз, бір түстің үстінен бәленбай түсті спектрін табуға болады. Мына сөйлем, сөз қолдану, сол спектральды анализге байланысты. Тағы бір нәрсе айтайын, бұл жерде мына Бауыржан, соның кейін мен кеңес бердім. Мына журналистиканың физика, химия, ғылым менен туыстас екендігін тағы бір көрсету. Түр мен түсті ажырату мәселесінде. Бұл мәселе әлде зерттеле түсетін шығар деп ойлаймын. Осы кітаппен Бауыржан тоқтап қалмас, әрі қарай зерттейтін шығар. Бұл мәселені ерте кезде Гёте де зерттеген, басқа да мықты данышпандар зерттеген. Өйткені қарап отырсаңыз, құбылмалы дүние ғой, қарап отырсаңыздар. Мына жақта поляр шұғыласы бар ғой, дәл сол сияқты. Ауытқып тұрады, құбылып тұрады. Оны мына біздің көз көбінесе байқай бермейді. Сондықтан қазіргі технологиялық әдістерді пайдаланып отырып, осы түр мен түсті журналистикаға көшіру, әкелу. Журналистика баяғыдағыдай, анау көне замандағыдай тек қана әлеуметтік мәселелер, тағысын-тағылар, мәтіндік
тақырыптың айналасында ғана емес, ол мына бізді қоршаған дүниені игеру мәселесіне келіп тіреледі. Осыны міне Бауыржан шәкіртім керемет әдемілеп міне көрсетіп берген, жазған. Міне жерде қарап отырсаңыздар, Леонардо да Винчи бар, Исаак Ньютон бар, түстердің айналымы Ньютонның керемет. Міне, бұл меніңше журналистикадағы соны құбылыс деп білемін. Жалпы мен өзім шәкірттеріме осындай таптаурын емес тақырыптарды беруге тырысамын. Соны қолдап, қолтығынан демеп отыруға тырысамын. Жаңа осы түрлі мәселелерді талқылай келе, көп деңгейде осы көп жағдайларда журналистиканы елбасының сөздерімен, кейде елбасының жаңағыдай белгілі бір әрекеттерін қолдайтындар деп есептеп жататындар бар екен. Жалпы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру ұлы даланың 7 қыры атты мақалалары мен стратегиялық жоспарлары халыққа жолданған болатын. Жалпы бүгінгі таңда осы бағдарламалар аясында жұмыстар қаншақты дұрыс жүзеге асып жатыр, адам санасы қаншақты сәулеленді деп ойлайсыз? Біздің қоғам, біздің әлеумет кейінгі жылдары менің ойымша, жеке басымның ойынша, белгілі бір таптаурын демей-ақ қояйық, белгілі бір стандарттық жүйеден шыға алмай қалған секілді. Бұны бұрынғы консерватизмнің көрінісі дейміз бе, әлде бейімделудің көрінісі дейміз бе, әлде адамның именушілік психологиясы дейміз бе. Міне осылар. Сондықтан журналистерді үйреткен, сол жолға салған кімдер? Біздің демократияға қол созған қоғам ба, әлде біздің мемлекеттің ақпарат туралы заңы ма? Осы жағын ойлану керек деп ойлаймын. Бірақ журналистердің өзі де, егер шын мәнінде керемет, батыл, азулы журналист болса, дәйек сөзден, цитатадан көбінесе аулақ жүрер еді. Ол абырой әпермейді тегінде. Мынандай бір оқиға есіме түсіп отыр. Қазір Алексей Максимович Горькийді орыс қоғамында, біздің қоғамда онша жақтыра бермейді. Дей тұрғанмен бұл ұлы жазушы. Сол ұлы жазушының бір естелігі бар. Менделеев туралы. Менделеев туралы. Сол кісі ана Горький бір газеттің тілшісі болып жүреді ғой. Сонда бір үлкен жиынға қатысады. Бір көрме туралы сөз болады. Сол кезде Менделеев тұрып, сөз алып, менің бұл пікірімді патшаның өзі қолдайды деп басқаларды басып ұстауға тырысады. Сонда орыстың фабриканты Сава Морозов деген тұрып, сіз ұлы ғалымсыз, данышпан ғалымсыз, бірақ сіздің жаңағы сөзіңіз сізге жарасып тұрған жоқ деп айтқан екен. Міне, жарасып тұр ма? Жарасып тұр.
тұрған жоқ па? Міне мәселе қайда? Сіздің басыңызда, жүрегіңізде сондай сұрақ тұру керек. Жалпы журналистика леп белгісінен емес, көбінесе сұрақ белгісінен тұрады. Мен өз шәкірттеріме осыны ұғындыруға тырысамын. Жаңа бір сөзіңізде азулы журналист, батыл журналист деп атап өттіңіз. Жалпы бүгінгі таңда осы сынау немесе тағы да басқа дүниелерді қоғам дұрыс қабылдамайды. Және кейбір осы журналистердің өздері, жазушылар сынға келген кезде оларды сынап мінеу немесе оларды кемсіту деп ұғынып жатады екен. Жалпы әдебиеттегі және журналистикадағы сынның маңызын атап өтсеңіз. Ресми деңгейде де, үлкен мәжілістерде де сынды ешкім жоққа шығармайды. Бірақ жеме-жем келгенде ешкім сол сынды жақтыра алмайды. Ол адамның өзінің табиғатына тән нәрсе. Не екенін білмеймін. Жақсы сөзді өтірік болса да адам ұнатып тұрады. Мадақтауды, тіпті асыра мадақтасаң да балбырап кәдімгідей тыңдап отыруға барсың. Ал сын айтса қызарып, осы кәдімгі шамға дегендей долданып кетесің кейде. Бірақ сын дәрі іспеттес. Ол сіздің ауруыңызды, дертіңізді жазады. Сынға шыдай білу, ол мен айтар едім, мәдениеттіліктің белгісі, оқығандықтың белгісі, тоқығандықтың белгісі. Расын болса, бас июң керек. Құп деп. Дәл сол сәтте қабыл алмасаң да ойланып барып, ай ананікі дұрыс-ау айтқаны. Міне соны қабыл алған адам сондай. Соған қабілеті, қарымыз жеткен адам ол данышпан. Міне біздің журналистер де, өнер қайраткерлер де осыған бейіл беру керек деп ойлаймын. Мен де сынды онша ұнатпаймын. Бірақ шыдауға тырысам, қаншада айтқаным. Дұрыс айтасыз аға. Жалпы осы ағылшынның белгілі қайраткері Черчилль бір сөзінде былай деген болатын. Саясаткерлер бүгін не болатынын, ертең не болатынын, тіпті бір аптадан кейін, бір жылдан кейін не болатынын дұрыс болжай білуі тиіс. Және солай болмаған жағдайда неліктен олай болмай қалғанын білуі керек депті. Жалпы қазақ журналистикасындағы саяси журналистиканың рөлі қандай? Және бүгінгі таңда саяси сауатты журналистер деп кімдерді атай аласыз? Уинстон Черчилль әлемдік деңгейдегі саяси қайраткер. Ал екінші жағынан ол Нобель сыйлығының лауреаты. Нобель сыйлығын ол әдеби шығармасы үшін алған, мемуарлары үшін. Жаңағы сіз айтқан сөзді мен студенттеріме түсіндірме жанрын өткенде мысалға келтіріп айтамын. Черчилль осылай деген. Ал арғы жағында сол оқиға неге болмай қалды? Соны баяндап, таратып айтып берсе, ол журналистің кереметтілігі, сөзінің баяндылығы. Саяси журналистика біздің қазақта кемшін соғып жатыр. Неге? Өйткені біздің мемлекеттік тәуелсіздігімізді қалпына келтіргенімізге, бізге саяси тақырыпқа қалам тербеу, сөз айтуға мүмкіндік берген жоқ. Халықаралық аренаға шыққан сол кезде қазақтан екі-ақ журналист болды. Біреуі Әнуар Әлімжан, екінші Қаржаубаев. Міне, сол екеу-ақ болды.
олардың өзі саяси тақырыптарға көбіне барған жоқ. Ал саяси мәселелер көбінесе орталықта талданатын, сонда сарапталатын. Менің әдесімде сонда қарап отырсаңыздар, Примаков, Замятин, Земянин деген мықты саяси сарапшылар әлемдік саяси тақырыптарды талдайды. Міне біз қазір өзіміз тәуелсіз елміз, өз тізгініміз өзіміздің қолымызда. Сондықтан біздің телевизияда да мына қарсы насихат деген болады. Бізде қазір жоқ ол. Бізге қай жақтан сын айтса да тып-тыныш қабылдай береміз, отыра береміз. Міне сондай бір, ол кезде 7-ші студия деген болған. Міне сондай керемет бір саяси тақырыптарды игерген журналистерді, саясат тізгінін ұстаған жігіттер мен қыздарды шақыруға болады. Ерлан Қаринді, тағысын тағыларды. Құдайға шүкір бар ғой. Тәрбиелеп шығардық. Бізде ғана емес, шетелде оқып келген біздің керемет сауатты жігіттер мен қыздар бар. Бізде тағы бір нәрсе бар. Кәдімгідей әлі де біз кібіртіктеушілік, мүмкін бұл кішкене қорқақтық та бар шығар. Тақырыпты игеріп кете аламыз ба, және апырай деп бүйтіп жан жағымызға қарап қай жақтан ұрыс естіп қаламыз дегендей де бір үрку сезімі бар. Бастау керек. Бастамасаң ештеңе де болмайды. Бастау керек. Дұрыс айтасыз. Жаңа бір сөзіңізде осы әлеуметтік желілер туралы айтып өттіңіз алдыңғы сұрақтарда. Бүгінгі ғасырда, бүгінгі дәуірде әлеуметтік желілердің, ғаламтордың өзіндік дәуірі жүріп тұрған кезең дейді. Жалпы журналистиканың дамуына осы әлеуметтік желілердің, ғаламтордың ықпалы туралы атап өтсеңіз. Мына бірақ нәрсені айтайын. Журналистика деген біреу. Бізде қазір интернет журналистика, мультимедиялық журналистика, сараптама журналистика деген бар. Бұлардың бәрі әдістер. Журналистика деген біреу. Үлкен бір ғимарат соның ішінде. Ал мына нәрсе айтайын. Адамның тәни мүмкіндігі, рухани мүмкіндігі шектеулі. Бір қызық нәрсе айтайын. Әлі есімде 1960 жыл Рим Олимпиадасы. Сонда Роберт Шавлакадзе деген ол кезде КСРО болатын, сол биіктікке секіруден бірінші орын алды. 2 метр 22 сантиметр. Ал қазір 2 метр 40 сантиметрге секіреді. Бірақ енді 2 метр 50, 2 метр 60 деген ол секіре алмайды. Өйткені адамның шектеулі табиғат. Сондықтан адам қайтады. Адам өзінің қолын ұзартуға тырысады. Сонан кейін өзінің санасын ұзартуға тырысады. Қазір жасанды интеллект жасап жатқанымызда сондықтан. Неге? Өйткені өзінің мүмкіндігі шектеулі. Жақында ғана Ресейдің мәдениет арнасында дәл осы мәселе жан-жақты талданды. Интернет мәселесі, жаңағы жасанды интеллект мәселесі, интернет мәселесі. Интернет әрине адамның қолын ұзартады. Ең бастысы жылдамдатады, тездетеді. Бірақ осының соңы неге апарып соғады? Біз осыны болжай алмаймыз. Тоқтайтын мезгілі қайда? Айтқандай, журналистиканың ең бір керекті, ең бір қажетті қасиеті дер кезінде бастай білу, дер кезінде соңғы нүкте қоя білу. Сонда ғана ұтасың.
технологияда да солай болу керек. Белгілі бір межешек болу керек. Мына қазір қарап отырсаңыздар, интернеттің араласпайтын жері жоқ. Қазір ақылды қала, ақылды үй, ақылды транспорт деген бар, бәрі керек. Ал сонда адам немен айналысу керек? Творчествомен, жарайды творчествомен. Сонда не? Симфонияны, кітапты жазып үйде отырасың. Сен жүріп тұруың керек. Міне мәселе қайда? Бұнда проблема көп. Интернетте де көп. Бұның шегі қайда? Баяғыда фантастар роботтар көтерілісі деген романдарда жазған. Соған алып бармай ма? Қая уақытқа дейін біз оларды тежей аламыз? Қолымызда ырқымызға көндіре аламыз, ұстай аламыз. Міне мәселе. Интернетті пайдалана білу де өнер. Бұл бір жағынан адамның технологиямен жарысы. Керемет. Осы қазақтың көрнекті жазушысы Ғабит Мүсірепов ағамыз сіз туралы бір өзіндік ойын айтыпты. Кәкеңнің бір ауыз сөзін бір үйір жылқыға да айырбастап ала алмайсың депті. Жалпы бүгінгі таңда сіздің жазушылық өнеріңіз туралы айта өтсек, және алдағы уақытта белгілі бір туындыларыңыз жарыққа шығады ма? Ой, оны кесіп айту қиын ғой. Мен соңғы жылдары көркем шығармадан гөрі ғылымға қарай бет бұрып кеткен сияқтымын. Біздің ұстазымыз Рымғали Нұрғалиев айтушы еді, бізді көргенде. Бізге алғашқы сабақ берген, алғашқы дәрісін оқыған біз едік. Сонда біздегі көрген кезде құшақтап, арқамыздан қағып, сендер менің алғашқы махаббатымсыңдар дейді. Соған керемет разы болатын. Сол сияқты прозада менің алғашқы махаббатым. Жүрегімде, санамда, көңілімде. Одан қол үзіп кете алмаймын. Мына мен өзім жылқышының баласымын. Атқа мінген кезде қарап отырсаңыздар, тізгін екеуі ғой. Менде сол қазір екі тізгін. Біреуі ғылым болса, екіншісі көркем проза. Соны қатар ұстауға тырысамын. Алда қалай жоспар бар, Құдай ғұмыр берсе деп ойлаймын деді. Бәрімізге шіркін ғұмыр берсе, оны өзімде көргім келеді, сендер де көрсеңдер деп ойлаймын. Жазамын, жазып та жүрмін. Ол бір жағынан ақпараттық өнер кеңістігінің демократиялығына, ашықтығына да байланысты. Қаншалықты өзің айта аласың, қаншалықты айтқыза алады деген сұрақтар болады. Міне осы мәселе екеуі бірдей болу керек. Айта алатыныңды айтқыза алатындай болу керек қоғам. Әрине ауа жайылып кетуге болмайды. Бірақ көркемдік деңгейде айта алатындай дәрежеге жетуіміз керек. Қоғамда, бізде. Жалпы әр адам үшін өзінің туған өлкесі, туған жері бәрінде ыстық болып тұрады. Жалпы сіз өзіңіздің туған өлкеңіздің өркендеуіне қаншалықты үлес қостыңыз? Туған жеріңіздің өсуіне? Ой, бұл жағынан мен енді ұяттымын. Бірде мынандай оқиға болды. Елге барғанда
ел жұртпенен кездесесің, құрбы құрдастармен кездесесің. Сонда маған біреу сұрақ қойды. Сен осы Әнуар аға деп аузыңнан тастамайсың. Сол кісі өзінің туған жеріне, еліне қандай экономикалық көмек көрсетті. Жазушылар одағының тізгінінің қолын ұстап тұрған кезде, мүмкіндігі болған кезде деп маған базын айтты. Соң мен бетіне қарап тұрдым да айттым, жазушының жалпы өнер адамдарының қолында қаражат деген болмайды. Олар сөзімен, өнегесімен, өзінің күнделікті ісімен ғана басқаға үлгі болады, жөн сілтейді. Басқа механизм, тетіктер олардың қолында болмайды дедім. Сөйтіп ақталдым. Мен де солай ақталмасқа лажым жоқ. Өйткені қарап отырсаңыздар, шындығын айтайын ба? Біздің профессорлардың жалақысы ағылшындардың көше сыпырушыларының жалақысынан кем. Ал сондай жалақымен кімге көмек көрсете аласың? Кімнің жыртығын жамай аласың? Айтпайын десең де айтуға мәжбүр еттіңдер. Осындай жағдай шындық осы, реализм осы, өмірдің реализмі. Бірақ мен бұған мойымаймын. Мен өмірімде дүние, мал жинаған қазақ емеспін. Шәкірт жинадым деп айтуыма болады, талы керемет. Ой жинадым деп айтуыма болады. Соның өзі менің үлкен байлығым, менің қазынам. Одан артық қазынаның маған керек жоқ. Сонан кейін әрине өзімнің балаларым, немерем. Міне менің байлығым осы. Ал ол байлықты енді жан-жаққа шаша алмаймын. Жалпы тіршілік үшін, адам үшін ең асыл, ең қымбат дүние ол уақыт деп жатады. Осындай бізге аса қымбат сыйыңызды бөлгеніңіз үшін көптен көп алғыс білдіреміз. Біріншіден атап өткендей отбасыңызға бақ пен береке тілеймін. Әрқашанда сіздің шәкірттеріңіз мерейіңізді асырып, сіздің шәкірттеріңіз деп барлық жерде танитындай болсын. Және де шығармашылық шабытпен осындай керемет туындыларды жарыққа шығара беруіңізді тілейміз. Тақиялы періште деген фильм шықты. Соның алғашқы нұсқасында Тана апамыздың, Әмина Өмірзақованың аузынан мынандай сөз шығатын. Ай, Тана, сенің мына қылығың не? Совет үкіметінің орнағанына пәлен жыл болды. Сен әлі сол ескі сарынмен балаңа келін іздеп жүрсіңдер. Сонда Тана апайдың айтатыны бар. Әй, мен сол совет үкіметінен 10 жас үлкенмін. Өйтіп маған ақыл үйретпей-ақ қойыңдар деп. Ал соны кейінгі нұсқасында алып тастаған. Өйткені цензура бар, тағзым тағылар. Сол сияқты қарап отырсам, мен өзіміздің университетімізден 15 жас кіші екенмін. Сондықтан менің де шәкірттеріме, басқаларға кәдімгі тілек айтуға, ақыл айтуға құқым бар шығар деп есептеймін. Шәкірттерім қандай болу керек? Талантты, шыдамды, тәуекелшіл,
білікті, білімді болу керек. Одан басқаны мен тілегім келмейді. Басқасы келе жатар. Осылардың барлығы болса, қалғандары жамырап, өздері келіп жабысып жатады. Одан артық керек жоқ. Журналистика дегеніміздің өзі осы. Жүз жасаңыз дегіміз келеді. Көп рахмет. Өздеріңе де рахмет айналайындар. Сонымен, құрметті көрермендер, бүгінгі эфиріміз де өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.